Сәлем достар, бүгін біз жалбыздың пайдасы туралы айтатын боламын. Жалбыз ерінгүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық тамыр сабақты хош иісті өсімдік. Емдік қасиеті де бар. Қазақстанда жалбыздың 9-10 түрі өседі. Сабағы тік, жапырақтары қарама-қарсы орналасады. Биіктігі 80-100 см. Сабағы тік, қырлы, күрең, күлгін түсті. Жапырағын саусақтықпен уқалағанда жағымды иіс шығады. Себебі онда 5% эфир майы болады. Маусым мен тамыз айларында гүлдейді. Жалбыздың қандай түрлері бар? Жалбыздың дала, су бүйрі, кермек немесе бұршақты жалбыз сияқты түрлері бар. Дәрілік мақсатта бұрышты жалбызды қолданады. Дала жалбызы суармалы жерлерде, өзен көлдерде, бұлақ маңдарында, шалғындықтар мен тоғайларда, арық бойларында өседі. Ол сабының иісін шығару үшін пайдаланады. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен оның гүл шоғынан жалғыз эфир майы алынады. Эфир майында 55%-ға дейін ментол кездеседі. Бұл майдың негізгі құрамы ментол. Асқазан ауруы, Ментол косметика жасауда, тамақ өнеркәсібінде қолданады. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады және табиғи антисептик болып саналатын жалбыздың барлық түріне пайдалы. Қазіргі таңда жалбыз шайы тұмау кезінде жақсы пайдасы бар дерлік. Және де жалбыздың қан қысымы 120-80, 140-80-нен жоғары адамдарға әрі 6 жасқа толмаған балаларға пайдалануға болмайды. Жүрек ауруларына таптырмас ем. Жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем. Сондай-ақ оны бүйрек түбекшесі, бауыр жолының қабуына қарсы қолданатын болады. Жалбыздың құрамында ментол кіреді деп айта кеттік, және де демікпені де емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса, демікпе сырқатынан жазылып, тыныс алу жолдарынан тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар жалбыз булығын жөтелгенді тиіп, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп, жатар алдында жарты стақан ішсе, тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдарға жалбыздың тұнбасы 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады деген ұғым бар. Бас ауырын жазады. Сонымен қатар дәрілерге келсек, жалбызды салып, оған ыстық су құйып, кейіннен біраз уақытта тұндыруға кеңес береді. Олардың айтуынша, мұндай шайды кешке басы жиі ауыратын адамдар ішу керек. Осылайша бас ауруын басып, күніне бір шай жақсы ем болады деген ұғым бар. 2 ай ішсе, жүрек ауруларын емдеу жазуға себепті тиеді. Тұнбасын ірілі-ұсақты, іріңді жарақаттар мен қотырларға танып жатса, тез сауықтырады. Мұрыннан қан ағып тоқтамаған кезде жалбыз шөбін пайдалануға болады. Егер жалбызды ыстық суға демдеп, ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдіктен айығады. Жалбыз тіс ауруларына бірден-бір ем. Ол тіс пастасының негізі компоненттері болып табылады. Жалбызды сондай-ақ косметологияларда пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздың әзірленген лосьон жуған әлдеқайда пайдалырақ. Ваннаға жылы суды толтырып, ішіне 5 қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қойсаңыз, шаршағаныңызды оңай басады. Жұпар аңқыған иіс сулар жасайды. Және ел арасында жалбыздың 100-ден астам ауруды емдейді деген қасиеті бар. Дегенмен кез келген емді қабылдамас бұрын дәрігердің кеңесіне жүгінуді естен шығармаған жөн. Жалбыз А, С, В витаминдеріне бай. Оның құрамында көптеген микроэлементтер бар. Кальций, магний, марганец, мырс, темір, фосфор деген сияқты. Өсімдікті рационға қоса отырып, кейбір жұқпалы ауруларды жеңуге де болады. Жалбыз сонымен қатар амин қышқылдарына да бай болып келеді. Бұл өсімдіктердің сорттарының бірі жалбыздың құрамында мидың жұмысын жақсы қылатын көп мөлшерде каротин бар. Тағы да бір жалбыздың плюсы жүрек айнуын, құсуды, бас айналуды жеңілдетеді. Жүкті әйелдердің токсикозында теңіз ауру кезінде қолданылады. Сауыт спазмасын жеңілдетуге көмектеседі. Асқазан ішек жолдарын тынышталдыратын болады. Жалбызды
Сондай-ақ әйелдер бет күтімі үшін де эфир майын пайдаланады. Олар маскадағы бір тамшысын қосады. Күнделікті күтімге крем, ментолы бар тониктерді қосатын болады. Балаларға жалбыздың пайдасы. Балаларға арналған ыдысты жалбызды қосуды 3 жастан ерте бастаған жөн. Бірақ жалбыз қосылған шайды ертерек ішуге болады, 5 айдан 6 айға дейін. Бірақ бұған педиатрмен көмек керек. Жалбыз тітіркенуді жеңілдетеді, артық жұмысты жеңуге мүмкіндік береді. Бұл балалық шақта ересектерге қарағанда кем емес. Кішкентай балаларда эмоционалды шамадан тыс қозғаудан жиі ұйықтай алмайды. Жалбыздың балаларға пайдасы. Балаларға арналған жалбызды ыдысқа қосуды 3 жастан бастап ерте бастаған жөн дейді. Бірақ сіз жалбыз қосылған шайды ертерек ішуге 5-6 айдан бастап жөн. Бұған бірақ педиатрдың кеңесі қажет. Жалбыз тітіркенуді жеңілдетеді және оған артық жұмысты жеңу үшін мүмкіндік береді. Бұл бала шақта ересектерге қарағанда кем емес. Кішкентай балалар эмоционалды шамадан тыс қозғау үшін жиі ұйықтай алмайды. Бұл дәмдеуіш қабынуы және қышуды азайтуға қабілетті. Сондықтан ол кремді, майларды қосылады. Ең басты баланың бұл өсімдікке аллергиялық реакциясы жоқ екеніне көз жеткізу керек. Жалбызға зиян. Бала емізу кезінде жалбызды тұтынуға болмайды. Ментол әйел денесінің сүт өнімдерін қабілетінен төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ варикозды тамырлардан немесе төмен қан қысымынан зардап шегетін жалбызды алып тастау керек. Егер тамыр тонусы төмендесе, созылмалы аурудың өршу ықтималдығы жоғарылай түсетін болады. Денені шаюға қажетті тұнба әзірлеу үшін 25 грамм жалбыз жапырағын 1 стакан 200 грамм ыстық суға салып 20 минуттай тұндыратын болады. Жалбызды сүтке қосып қайнатып ішсе де денсаулықты, денедегі суықты алып тамақ ауруын жазады деген ұғым бар. Жалбыз майы ас қорытудың бұзылуы мен тоқ ішектің бұлшықеттерінің спазмасы сияқты тітіркендірген ішек синдромы симптомдарды жеңілдететін белгі. Бұл емдік қасиеті оның бұлшықеттерді босаңсу қабілетіне байланысты. Ол майдың ас қорытылуы үшін маңызды болып табылатын жақсы өт ағын жасайды. Жалбыз шайы, оны ішу, гастрит, диарея, ісіну, асқазан аурулары сияқты ас қорыту проблемаларының алдын алатын болады. Тыныс алу кедергісі. Ол тұмау тудыратын бактериялар, вирустарды жояды, ауырсыну басады. Сондай-ақ жөтел мен кептелістерді жоятын болады. Өнімнің құрамында ментол шырышты қабықты жұқартып, тыныс алу жүйесін майлайды және өкпеден құрғақ қақырықтардың шығуына көмек беретін болады. Жаман иісті кетіру. Аузынан шығатын иісті кетіретін ауызды шаю, спрей сияқты өнімдерді қолдануға болады. Достар, егер сіздер менің каналым қызықты болса, мені қолдап, лайк басып, подписать бөлімін басып отырыңыздар. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.